Күн, сен неге жарқырайсың? Көктем келді. Жаңбыр, сен неге жауасың? Көктем келді. Құлын, сен неге құлдырайсың? Көктем келді. Гүл, сен неге жайқаласың? Көктем келді. Құстар, неге сайрайсыңдар? Көктем келді. Балалар, неге қуаныштысыңдар? Көктем келді, көктем келді. Мінекей балалар, көктем келді, Наурыз келді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы келді. Мерекелерің құтты болсын. Бұл Наурыз мейрамы күні балалар. Яғни Наурыз айында бізде Самарқанның көк тасы еріген күн дейді. Яғни осы Наурызда қандай табиғатта қандай өзгешеліктер болады. Ал Ахмет, Күннен түн теңеледі. Шахноза, Жан-жануарлар оянады. Алихан, Жер жыртылып, жер жұтып егін егеді. Тамаша, Әсел, Күн күркіреп жауын жауады. Қазбек, Ағаштар бүршік жарады. Құстар ұшып келеді. Тамаша. Ал енді балалар, осы бізде көктемде Наурыз мейрамы тойланады, осы Наурыз мейрамында қандай салт дәстүрлер, ырымдар жасалады екен қазақ халқында? Кәнпи, Ханзада, 7 дәмінен Наурыз көже пісіреді. Алихан, Ұлттық ойындар ойналады. тамаша. Ақерке, Отқа май құяды. тағы да Қасымжан, Наурызда адамдар бір-бірін құшақтап жылы лебіз айтады. жақсы, өте жақсы. Арайлым, Наурызда адамдар ескі киімін тастап, жаңа киім киіп, ескі ыдыстарын сындырады. ескі сынып ыдыстарын, сынып қалған ыдыстар болса, оны ағайды, яғни қолданбайды екен. Інжу, Үйдің қабырғасына күннің символын салады. міне күн шықты, жер түрленді, жер оянды деп сондай күннің символын салады екен. Режеп не айтын деп тұр? Тағы да қандай ерекшелік болады екен? Жақсы балалар. Міне адамдар сөйтіп бір-біріне қуаныш сыйлап, тілек сыйлап, құшақтап Наурыз мейрамын тойлайды екен, Жаратқанға қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тұруда мәтіз, жаратты сыйлық беріп сана беріп, жасаған жоқтан бар қыламын алғыз. Алғыз анаға, алғыз әкеге, алғыз жас пен кәріге. Сәбидің бауы берік болсын, құтты болсын. Сәбидің бауы берік болсын, құтты болсын. Рахмет, төрлетіңіздер. Баланы бесікке салайық. Баланы алғашқы бесікке бөлеу ауылымыздың қадірменді апамызға тапсырамын. Ендеше Арайлым апа, көпті көрген ұлын ияға, қызын қияға қондырған қадірменді апа, бөпемізге сіздің жолыңызды берсін. Рахмет, бесік өмірге жаңа келген періште нәрестеміздің ақ отауы, мұны ержеткенде ада тұту бәріміздің білгеніміз абзал. Апа, мына бесік тесік қой. Бұл әдейі жасалған тесік. Бұл нәрестеге алаңсыз ұйқы сыйлайды. Кәне, түштірма жасайық. Түштірма ырымы жас нәрестенің ішкі ағзалары ауырмасын деген екен. Бесіктің тесігінен
Шытырма заттарымызды өткізіп үлестірейік. Тыштыма. Тышты. Тыштыма. Тышты. Тыштыма. Тышты. Енді отқа табыну ырымы от жағып бесікті аластаймыз. Алас баладан алас, әр пәледен алас, көзі жаманның көзінен алас, тілі жаманның тілінен алас, уы жаманның уынан алас, 40 қабырғасынан алас, 30 ғұмыртқасынан алас. Аластап болған соң сәбиді бесікке бөлейміз. Жүргенің қандай, көз қуаныш көкешім, күлгенің балдай. Аспандағы ай күнді аламын дейсің, асқар таудай айбынды боламын дейсің. Әлди ақ бөбем, сендей сәби жоқ көкем, анам мәкемде. Ал келін бесікті алып сәбиді ұйықтата қой. Әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем жылама, жерлік шағып берейін, байғұтаның құйрығын жіпке тізіп берейін. Рахмет сіздерге. Бүгін біз сіздерден көп нәрсе үйрендік. Біз сіздерге көп нәрсе үйретеміз. Ал сіздер балаларыңызға үйретіп отырыңыздар. Сонда ата-бабаларымыздан қалған қазақтың әдет, ғұрпы, мәдениеті, салты, тілі ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келеді. Артық болым несібең, дастарханың жайылып, ашық болсын есігің, өре бесін балалар, дұшпандарың болмасын, күншілдікпен табалар, апам мұстай тағы да, ұл артынан ұл тапқан, жарқыраған шолпандай, қыз артынан қыз тапқан, құтты болсын бүгінгі шілдехана тойларын, тілектерін қабыл боп, орындасын ойларың. Аумин. Ұлттық ойын асық ату. Асық балалар арасында танымал ұлттық ойын. Асық 4 түлік малдың тілерсегінде болатын шымыр сүйек. Сақа ең басты соғушы асық. Ойын шарты: шеңбер сызу. Шеңбердің ортасына диаметрі сызылады. Сол сызыққа бір асықтан тігеді, немесе екі асықтан тігеді. Шеңбер мен соққы жасалатын сызық ортасы ара қашықтығы 4 метр. Кезек сақаларды араластырып арқылы анықтайды. Тәйкі, алшы, бүк, күшік. Ойын мақсаты: шеңбердің барлық асықты атып шығару. Асық ойыны балалар үшін таптырмас ойын.